Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Амина. Бүгін сіздерге үйде жасалатын ерекше бауырдан котлеттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін бізге сәбіз, картоп, пияз және де бауыр қажет болады. Мен өзіме жылқының бауырын алдым. Блендердің көмегімен өткізу үшін барлығын осылай сақтап тұрып алдым. Сіздер ет тартқыштың көмегімен өткізсеңіздер болады. Барлық керек ингредиенттерді астына жазып қалдыратын боламын. Ары қарай дайын болған қоспамызды ыдысқа салып, үстіне сүт, жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Тұз қосамыз, тағы жақсылап араластырып, сұйық майымызды қосамыз. Тағы жақсылап араластырып, ұн қосатын боламыз. Қызып тұрған табамыздың үстіне май құямыз, көп мөлшерде құю қажет емес. Орташа отта қызып тұрған майымыздың үстіне дәл осы видеодағыдай қоспамызды қосып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Егер де сіздер шикі болып қалады деп ойласаңыздар, 10 минутқа табаға бұқтырып алсаңыздар болады. Мінекей, осымен біздің бауырдан жасалатын котлетіміз дайын. Өте дәмді әрі оңай жасалады. Сіздерге жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.